Достар, бұл Мәдениет Лайф подкаст қонағы белгілі композитор Болат Қохаманов. Қош келдіңіз. Болат аға, өмірді театр деп алсақ, сіздің өміріңізде қай жанр басым? Трагедия, комедия? Менің өмірім ба? Драма болар. Драма? Неге? Драма болар, себебі менің өмірімде барлық нәрселер болған кезінде, осы жасқа келгенше. Өкінетін жағдайлар да болды, қуанышты жағдайлар да болды. Сондықтан да мен драма, комедия. Комедия немесе трагедия деп айта алмаймын. Драма қарапайым. Ішінде триллерлер да бар. Сондай кино. Сол триллерлер жөнінде кішкене айтып өтесіз бе? Тарқатып айтсаңыз, бізге қызық болып тұр. Енді триллер болғанда менде енді өмірімде қазір ойланып отырсаң сразу еске түспейді де. Қызық жағдайлар көп болды ғой. Кезінде енді Алматыға шақырып жас кезімізде бармай қалдық. Әке шешемізді қимай, атырауымызда өзіміз осында тұрамыз деп патриоттық сезіммен дегендей. Сондай сезім басым болды да, сол атырауда қалып, қоныстанып қалып қойды. Зато қазір шәкірттер тәрбиелеп, шәкірттеріміз Алматыда жақсы өнерлерін көрсетіп жүр. Сондықтан да ешқандай өкінбеймін. Триллерлар қазір сұхбат бойынша может есіме түсе жатар, қазір сразу есіме түсіп жатқан жоқ. Еске түскенде айтып отырасыз ғой. Бір триллерім еске түсті деп. Сізді сол триллер мен драмадан құтқарған өнер шығар. Иә, мен енді бала кезімде ондай композитор боламын деп ойландым ба, ойланған жоқпын ба, есімде жоқ. Мен бірақ музыкант боламын деп шештім, ол точно енді. Мектепте оқып жүргенде. Қай уақытта сол мектеп кезінде түсінік қалыптасты? Мектепте оқып жүргенде мен енді Инстаграмда жазған мен постым бар, может көріп жүрген боларсыңдар. Мен бала кезімде спортшы болғым келді. Баскетбол немесе футбол, бәріміз қуып жүргесін. Достарыммен футбол, баскетбол ойнап жүргесін. Физкультурный институтқа түсетін болармын деп жүрдім. Соның күндердің күнінде өзімнің шешем каникулдың кезінде бір қалаға, Ақтау ма бір жаққа барып, гитара сатып алып келді маған. Ана гитараның алдында күнде шұқып отырамын, аккордтарды үйренемін, әндерді бүйтіп аккордтарын түсіремін, өзім аңылдап өлең айтамын. Сөйтіп 8-ші классқа келгенде ойладым, болды, мен спортсмен болмаймын, музыкант боламын деп шешімге келдім. Содан осы өнер саласында жүрміз, одан кейін 8-ді бітіріп, ол кезде 8 ғой, қазіргідей 9 емес, 8-ші класты бітіріп училищеге түстім. Осында қазір колледж болып кетті, академия болып кетті. Дирхор бөлімін бітіріп, содан музыкант болып кеттім енді. Кей ақындар, жазушылар музам бар дейді. Сіз шабытты неден аласыз? Муза демек, енді бағанағы музыкант болғаннан кейін жайлап кішкене бір армиядан келгесін күрделі кішкене музыкаларды тыңдай бастадық. Джаз дегендей, фьюжн, фанк деген музыкалар, джаздың неше түрлі салалары ғой. Соларды тыңдай бастағасын кішкене бір өзімізде бірдеңе жазып көрейік дегендей бір сондай шешімге келіп. Бірақ жалпы училище соңғы курстарында жазып жүрген бір музыка сияқты бірдеңелер. Содан армиядан келгесін жайлап ән жаза бастадым. Сол жаңа сұрағыңыз қандай еді? Муза бар ма, жоқ па? Муза. Мен есіме түсіп отқаны... Музасыз қалай? Мен есіме түсіп отқаны баяғыда ана Юрий Антон деген композитор бар ма? Содан бір журналист интервью алып отыр. Білесің бе, неге сен енді «Гляжусь в тебя, как в зеркало» деген сөздер бар. Сол бір қызға қарап айтқан боларсыз. Ой, боже мой, какая бірдеңе вопрос айтылған, созылған музыка ғой деп. Сондықтан да енді қазақшасына келетін болса, Шәмші бір ақынға барып музыкасын көрсетіп, пианино ойнап берген ғой. Да-да-да-да-да-да-да деп ойнаған. Сол кезде ақын тұрып айтады дейді. Шәке, әуені өте жақсы екен, не туралы болу керек десе, мен қайдан білейін деп айтады дейді. Сол сияқты енді әуен келіп қалады, ол деген муза деген. Білмеймін, кейбірде музада бір муза өзімнің жанұям болар деп есептеймін. Себебі өзімнің 3 қызым, өзімнің жарым бар, сондықтан да солар маған үлкен
манағы тірегім деп айтуға болады. Сондықтан да ол енді солар артында тұрғасын, мен солардың музам болар деп есептеймін. Ал жастау кезімде енді білмеймін енді. Мүмкін ғашықта болған болармыз жас кезімізде. Енді мен үшін ең қызық сұрақ, жалпы мынау бір әннің идеясы басыңызда қанша уақыт піседі? Бір түнде ол туа салады ма, немесе жылдап жүреді ме ойыңызда? Оны мен айтайын да, кейбірде жылдап, мысалға менде жақында мен соны ойланып қойдым. Менде мақсат жоқ. Мысалға мен мына осы аптада 3 ән жазуым керек, 4 ән жазуым керек деген мақсат болмайды менде ешқашан. Менде бір жылына 1 ән туы мүмкін. Жылына 2-3 ән әртүрлі болады да. Сондықтан да мен кейбірде түнде оянып кетемін де, бір келіп жатады бір ойын. Түнде кейбірде ерінсем, аңылдап жатам да, ана мелодия басымда бір сол муза деген сол болар, енді түсіме келетін. Айналып соқтап жатады бір музыка, ойланып жатасың, түнгі 3-4-терде ойланасың. Ананың бір диктофонға жазып алсам ба екен, или барып пианино барып үйдің бәрін шулатып оятқым да келмейді. Сол ойлап жатасың, кейбірде нотаға түсіре қоямын, кейбірде диктофонға аңылдап айта қоямын. Кейбірде ұмытылып қалған қанша әуендер болды. Әй, таңертең жазып алармын дейсің де, ұйықтап қаласың, таңертең тұрсаң дымда жоқ. Ондай да кез болды. Сол әннің бәрі түнде неге келеді? Сіз жалпы мына мистика, тылсым күшке сенесіз бе? Тылсым күшке сенемін, себебі мен енді маған түнде келеді. Себебі мен деген кейбірде осындай ән жазып берші деп кейбірде қолқа салғанда отырып, пианино отырып, міне деп өзіңді настройка жасап келіп отырасың ғой, дым да болмайды ғой, басында дым болмайды. Дұрыс айтасыз. Ал бұл түнде ұйықтап жатқанда келеді көбіне. Шабыт қысқанда отыра қою керек дейіңізші, пианиноға барып. Е болмаса, ондай кездер болады. Біреу мысалға маған осындай ән жазып берші деген кездер болды. Енді кімге екенін айтпай ақ қояйын, бір кезінде бір әндер, заказ әндер болды. Ол кезде ойланып, соны бір алдыңа мақсат тұтасың ба, бір келе қалады сол кезде, бір тың деген келе қалады да, соны тоқтап айырмай ұстап аласың. Сол манағаны уже міндет, енді саған міндет артып, саған сенім артып тұрғасын, сен оны жасауға тиіссің, сондықтан да сен ұятқа қалмауың керек дегендей, манағы мелодияны ұстап аласың да, соны айналдыра бересің. Ондай да кез болады. Әртүрлі ғой. Сізді Болат Көкаманов еткен қай туындыңыз? Атырау арман ба? Атырау арманнан бұрын Айша Бибі шықты ғой. Айша Бибі шықты. Айша Бибінде сол мен онда бір пост жазғаным бар, инстаграмда. Тойда отырғанда бір, ол кезде тойда жас кезімізде тойда ойнаймыз, манағы аспапта ойнап отырғанда бір аңылдап манағыдай мелодия келе қалды да, мен оны айта бердім, микрофонға айтып отырмын, кісілер жиналып отқан жоқ, тойдың алды ғой, тек инструментті тексеріп қарап аңылдап. Соны ертесі күні жұмысқа ол кезде қалалық мәдениет бөлімінде істейміз, Ақмарал Машимоваға көрсетіп келіп, мынау жақсы ойын екен, давай сөз қарайық, анау деп іздеп тауып қарайын деп, Фариза апайдың өлеңдер жинағынан сөздер тауып алды да, Айша Бибі деген өлеңін ән қылайық деді. Содан кейін ол кішкене барыңқырамай тұрған жерлерін өзі түзеткісі келді, бүйтті сөйтті. В общем, бір Фариза апайдың өзі бір келгенде ол іздеп барып, Фариза апаймен танысып, сіздің өлеңіңізді біздер ән қылайын деп жатырмыз, соған қалай қарайсыз дегенде, Фариза апай оны әнге жинақты кішкене ыңғайлап, ықшамдап, өзі басқаша жазып берді. Өңдеп берді. Өңдеп өзі сөзін жазып берді. Сол Айша Бибіні ол жас қанатта айтты, 94 жылы ма, Алматыда. Содан ол мен өзім даже білмеймін, ол Батыс Қазақстанда, Ақтауда, Оралда жақсы кең тарап кеткен екен, Ақтөбеде. Оны кассет ғой, енді жан-жаққа таратты. Содан Ақтауда вообще көп бәрі айтатын еді деп, тойда айтатын еді деп, мен соны таңғаламын. Қалай деп, біздер енді Атырауда жүрміз ғой, Ақтауда жас кең таралыпты сол енді. Сол меніңше сол Атырау арман 96 жыл шықты ғой. Айша Бибі болар деп ойлаймын, ең бірінші шыққан. Алғашқы туынды. Қазір жаһандану дәуірі, жаһандану заманы, мынау ұлттық үнді жоғалтпай, трендте болу қаншалықты қиын? Қазір енді барлық сала бәрібір
осы трендтен қалмауға тырысады? TikTok дейміз, әлеуметтік желі бар. Мен қазір жасанды интеллект деген шығып жатыр ғой, білесіңдер ме? Естідіңдер ме? Біреулер мына мелодияны былай айта салады, ол келеді де андай керемет аранжировкасын жасап саған қайтадан қайтып береді. Сөзін жазып берсең, сөзбен де айтып береді, бәрін өңдеп береді. Ішіне скрипка ма, бэк вокал ма, бәрін қосып береді. Жақында бір жолдас жігітім, мен кім екенін айтпай ақ қояйын, Астанадан ұшып келді де, біздер бәріміз солай жасап жатырмыз, солай жаса, сен мына телефонды аш, сондай ананы скачать етіп ал, солмен жұмыс жасаған жақсы, қазір керемет, жұрттың бәрі сондай жасап жатыр. Қандай бағдарлама? Суно ма бірдеңе деген. Яғни жеңіл, тек жеңіл, сен мен мына мелодияңды бүйтіп айта қоясың, өзіңнен анау керек те керемет қылып аранжировка жасап береді саған. Сосын мен айттым, мен ананы өзім еріншек адаммын, ананы мен енді қазір партитура жазып оркестрге өңдеу жасағасын, маған ол кесел келтіре ме деп қорықтым. Манағы енді біздер енді консерватор боламыз деп ойлаймын, себебі бізде ескілікпен баяғы саламен келатқан адамыз ғой. Бірақ енді ойлаймын, күндердің күнінде мүмкін оған да көшетін боламыз. Заманның ағысымен дегендей, бәрі көшіп жатса енді қайда кетесің, сен де көшетін боларсың деп ойлағандай сондай бір ойым бар негізі. Сонда бара-бара нағыз өнерді табу қиындау болатын сияқты, иә? Қалай ойлайсыз? Жалпы жасанды интеллекттен қорықпайсыз ба? Мен қорқам, себебі Пол Маккартни деген, Битлз деген группа болды кезінде. Соның мүшесі қазір әлі тірі ғой, 80-нен кеткен адам болар. Сол қарсы шығып, өздерінің патшасына, королеваларына ма бірдеңе хат жазып, сондай қарсы бірдеңе айтқан. Себебі қазір уже білмейсің. Жаңа мен айттым, досым ұшып келіп маған сөйтіп деп айт деп. Неден телевизордан қандай өнер көрсетіп жатқанын білмейсің. Ол жасанды интеллект айтып жатыр ма, жасанды интеллект ойнап жатыр ма, әлде тірі адамдардың ойнағанын сен білмейсің. Сондықтан да қазір деген даже мен айтпай ақ қояйын, жасанды интеллектпен фонограмма жасап алып, қазір корпоративте жүрген коллективтер бар, оны мен кімдер екенін айтпай ақ қояйын, даже қосып қояды да, мына ағасының інісінің бірдеңелерін алып қояды да, фонограмма қосып қояды да, сен гитараны ұстай тұршы деп, ана гитараны бүйтіп тұрады, өлең мұны айтып тұрады, қасында мына музыка, типа музыка. Халық талдау? Халық талдау, көз бояушылық. Ол қазір ондай коллективтер қалада толып кетті, сол өте өкінішті сол маған. Сіз көріп сондай жиындарда жиі боласыз ғой, енді шаралар бар, той томалақ бар, қазақта той көп қой. Сол барып бір айтасыз ба? Мынау жігіттер дұрыс емес, жалпы бұл қате, осы іс. Кезінде мен жас жігіттерге барып, ол кезде мен ол кезде ол жасанды интеллект болған жоқ. Ол кезде басқа бір мақсатпен жинап сөйлескенім бар. Тойдың білдірмейік деп. Одан кейін мен бармаймын, себебі басқаша түсіну мүмкін мені. Оны мен айтсам қазір мені қызғанып отыр. Мынау біздерге енді жасымыз, біздің де коллективіміз бар, Евразия деген. Тойға, корпоративтерге шығамыз, біздерде енді біздерге таза, бізде ешқандай фонограмма қолданбаймыз. Қалада ең бірінші коллективіміз, біздер әлі жігіттерді айтады. Көбісі плейбек дегенді қолданады. Білесің, плейбек деген не екенін? Плейбек деген жазылады, инструментальдық бәрі. İşte барабан, анау бас, бәрі ойнап тұрады. Соны келіп қосады, үстіне ойнап тұрады музыканттар. Сондай қазір тойдың бәрінде сондай қазір. Сендер тойға барсаңдар, сен оны байқамайсыңдар қалай екенін. Иә, біз кәсіби мамандары болмаса біз аңғармаймыз. Айқай-шу, мынағы таза күшті киіммен, қара ақ костюммен, жылтыраған костюммен жас жігіттер атып шығады. Халықтың қыз келіншектер, жігіттер, балдардың бәрі көздері аналарда жанды дауыста айтып жатыр деп ойлайды ғой, иә? Бәрі фонограмма қазір. Неткен көз бояушылық? Қазір көбісі плейбекпен жүреді. Қазір түрлі ән де көбейді. Иә. Жаңа айтып қойғанбыз, әннің есері де бар, естісі бар деп. Енді не істеу керек бұндай заманда? Жастардың екі көзі де, екі құлағы да сол әннің үстінде. Жастар не істеу керек болғанына білмеймін, енді қорқынышты жағдай негізі. Негізі десеңіз өте қорқынышты жағдай. Біздер енді жақында концерт бердік, біздер қаланың
жас композиторларын жинадық. Біздің филармонияда біздің Ақмарал Машемова деп айтып отырмыз бүгін өзінің. Соның идеясымен біздер жас композиторларды жинап концерт жасадық жақында. Бүкіл банағы атақтары шығып жүрген, шықпай жүрген жастарды. Республика деңгейінде ма? Жоқ, Атырауда композиторларды жинап, облыс емес даже қаладағы. Соларды жинап алып, бәрін әндерін оркестрге түсірдік. Кәдімгі жанды оркестрге біздерде. Филармонияда эстрадалық үрлемелі оркестрдің жетекшісімін ғой. Соған оркестрге нотаға түсіріп, кішкене разный бөлек болсын деп 3 аранжировщик жасады. Біреуін Алдияр деген Астанадағы біздің жерлесіміз жас жігіт жасады. 6 әнді, 6-7 әнді Асқат Хасанов деген Оралдағы жігіт жасады аранжировка. 6-7-ін мен жасадым. Әртүрлі болсын деп. Соны орындадық. Мысалға, біздер енді бәрі жұлдыздарға үйренген ғой. Жұлдыздардың концерт болса барады. Біздер енді қасқа бір жарты залдың бір жартысы келгеніне мәз болып сөйтіп. Бірақ та енді түсінетін адамдар айтып жатыр, тамаша, жанды дауыс, бірде бір фонограмма жоқ, бәрі қалай жазылған, солай айтып шықты. Композиторлар да өздері риза болды, рахмет айтып жатыр, жақсы болды, өте жақсы болды деп. Маған гүл сыйлап жатыр, өздері жиналып гүл алған екен. Сөйтіп кішкене жастарды көтеруге тырысамыз. Айтып қалдыңыз зал туралы, жарты зал тек көрермен деп. Расымен неге сондай бір, білмеймін енді, қабылдау ма, халықтың көрерменнің ба, эстрада жұлдызы десе, фонограммамен айтса да халық шауып барады, иә? Нағыз өнерді бағалағанға келгенде бір кенжелеп тұрады сол тұс. Қазір деген заң шықты ғой, фонограммамен айтылмасын деген. Соған қарамастан бәрі фонограмма айтып жүр ғой, бәрі. Заңды күшейту керек пе әлде? Заңды, білмеймін, заңды. Оны енді кейбіреулер оны түсінбейтіндей қылып қояды. Негізі даже тексеретін адамдар келсе, микрофон жасап тұр, нағыл дейсің маған дейді, хотя бы на самом деле өзінің несі жазылып тұрады, дауысы жазылып тұрады. Үстінен көтерейік кәне қолды соғыңдар мына деу үшін микрофон қосылды. Мана жүріп жатқан фонограмма үстіне өзі айтып тұрады. Сондықтан айтады, мен жанды дауыспен айтып тұрмын, бүйтіп оған ештеңе айта алмайсың мысалы. На самом деле өзі фонограмма айтып тұр. Ондай, оған не шара қолдануға білмеймін мен. Оған шара қолданып, қалай шара, ол енді өте дұрыс айтасың, қатаң шара қолдану керек, басқаша штраф салу керек па, не болмаса бір шақыртып тексеру керек па, басқа білмеймін мен не істеуге болатынын. Енді сіздің шығармашылығыңызға оралайық. Сиясы кеппеген деп жатамыз. Соңғы бір жылда қанша жаңа туынды дүниеге келді? Қай бағытта, қандай ән? Ол жағынан мен кішкене ұяттым. Себебі шақыртыңыз келмей жатыр ма? Ұйықтап қалдырсыз ба? Мен неге десем, мен жаңа айтып кеттім ғой, интервьюдің басында менде мақсат жоқ осындай ән жазу, осындай бүйту керек, мен ең соңғы жазған әнім не болар, ағаға арнау болар. Асқат Мұса деген біздің театрымыздың актер болды, Астанаға көшіп кетті, сол орындады. Ол да мана заказ демекші. Тапсырыспен дейсіз. Заказ дегенде тапсырыс, мен оны ақша алған жоқпын, заказ емес. Просто манағы өзім театрда жұмыс жасап жүрдім ол кезде. Ағай, сіздің манағы көмегіңіз керек, Рахымжан ағамыздың фестивалі болайын деп жатыр. Соған ән жазып беріңізші дегесін, ән жазып берген Нұржан Өмірбайдың сөзіне ағаға арнау деген ән жазған болатын. Одан кейін қазір есіме түспей тұр, қандай әндер болды ма? Той десе қу бас томалайды дейді ғой. Мынау қазір қыз ұзату деген бір сәнде. Соған арнап ән шығарып беріңізші дегендер болды ма? Және шығарып бердіңіз. Осындай бұйымдайым бар еді деп. Ол қыз ұзатуға болған жоқ та. Баяғы кезде біздің Ренат Гайсин деген ініміз бар ғой. Сіздің шәкіртіңіз. Шәкіртім, иә. Сол үйленетін болды. Сосын ол кезде ол жас бала, 19-да. Әкесі маған айтты, сен Ренат ертең жастар келгенде, бұл кезде той жырымен кіргізеді ғой. Махаббаттан құдіретке үшін әлі. Сен басқаша ән жазып берші, вальс қылып Ренаттар кіріп жатқанда деді. Сосын ойланып, ақылдасып, жар бар ғой. Жардың сөзіне вальс ән жаздым мен. Сөзі солай қалдырдым. Соған вальс жазып,
Ақмарал Машимова соны вальс айтып, сол Ренатпен сол келіншегі сол менің вальсыма сол жарға келген болатын. Ол енді ол ертеректе. Сол тапсырыс бітті. Одан кейін әдейі мен қызым үшін, ұлым үшін ән жазшы деген болмаған сияқты. Ол қандай еді? Әуен есіңізде бар ма? Ескі несі анау ғой, осы өмірге лайық әнді көріп жар деген болды ғой. Біздер мен оны вальс қылып өзгерттім. Осы өмірге лайық топты құрып жар деп вальс қылып жазып жібердім. Сіз бана айтып қалдыңыз, еріншекпін деп. Жылына бренді болу мүмкін шығарма деп, талай шығарма өз иесін таппай қалған. Жағада өлген болар дейсің, Жағада өлген болар, қара жәшікте дейінші. Бірақ композиторлар бар. Мысалы, жас композиторлар болуы мүмкін, ай сайын шығармасы енді бір нақты бір қаламақыға шығарма жазады, бір жағынан енді ол қомақты қаржы ғой, қарап тұрсаңыз. Ал сіз неден бас тартуыңыз мүмкін? Мысалы, сізге тапсырыспен хабарласқанда сіз әншінің деңгейіне қарайсыз ба, немесе қаламақыға қарайсыз ба? Бір сондай сұрақ енді келіп тұр енді. Сұрағым өте орынды. Мен мысалы, қазір композиторлар мен барсам да, мен бір қомақты қаламақы берем десем, ол келсе кетуі мүмкін, жазып берем деп, менің даусым жоқ болса да. Бірақ сіз қалай таңдап аласыз? Ондай кезде мен сүзгіден өткізіп. Ол кезде ақша маңызды болмай кетеді. Себебі маған ұнап тұрса өзім тіпті былай да тегін жаза салуым мүмкін. Жақында бір ағамыз, кім екенін айтпай ақ қояйын, маған айтты. Менің бір сөз жазғам, өлең жазғам. Құдай ау қалай әкемнің ағалары репрессияға ұшыраған кезінде құрбан болып кеткен. Соларға арнап өлең жазып едім деп, өлең жіберді маған. Оқып қарасам, ой, анау сол баяғы сұрапыл соғыстың алдында бірдеңеде де өте күрделі сөздер бар екен ішінде. Сосын ана кісі маған телефон соқты кешке қарата. Болатын алатын болдым. Мен саған өзің қаламақыңды берем, тиесілі ақшаны берем. Сен маған жазып берсейші, ән жазып берсейші. Мен айттым, аға ренжімеңіз дедім. Сіз бұл әнді термеші ма, манағы елемес маға саған ағаларымыз бар ғой. Сондай кісілерге тапсырмасаңыз, эстрадалық жанрға келмейтін сияқты дедім. Ренжіген жоқ вроде. Жарайды, аха болады, хорошо, болды. Жарайды, сондай іздеймін ғой, сондай адамды қоя салып. Сондай мәселелер болады. Сіз үшін ең биік қасиет қайсысы? Адамдық, адами қасиет. Адами қасиет маған мен өзім өтірік айтпайтын адам. Оны талайда айтып жүрмін. Өтірік айтпаймын. 200-ліктен қорқам. Мысалы, кейбіреулер болады, сенің көзіңнен мақтап отырады да, мына жаққа барып жамандап отырады дейсіз. Неше түрлерін көрдім кезінде осы жасқа келгенде. Сондайдан қорқам. Сол екі қасиеттен қорқамын өз басым. Триллер есіңізге түсіп жатқан жоқ па қазір? Триллер демекші мен бір манағы плагиаттан шығады ғой. Триллер олар ода да. Мысалы ән ұрлау деген. Плагиат та жақсы тақырып. Ән ұрлау, ода енді триллерге келіңкірейді себебі да. Себебі оның соңында не болған, бірақ енді шамалап білеміз ғой. Мен кезінде тағы да айтпай ақ қояйын кім екен, бір Қазақстанымыздың жарық жұлдызы келді, бір қонаққа келді. Қонаққа келді де бір жолдас жігітім шақырып алды, осындай кісі келіп жатыр, үйге сен келсейші, бірге отырайық, өлең айтайық. Мен ана аспапты құрып қойдым, дастархан дайын тұр деп. Келдім, бұрыннан таныс дос жолдас жігіт болып есептеледі. Сол болады, қандай әндерің бар, шығып жатқан қандай әндерің бар, мен мынандайым бар деп көрсетіп ойнап отырмын. Соны бірақ та мына жақсы екен, қайырмасын тағы ойнап қарашы деп. Мәз болып қайырмасын тағы ойнадым. Сосын шайдан кейін болады, мана қайырмасын тағы бір ойнап жүрсін. Тағы да ойнап жүрдім, мәзбін, мен әнді ұнатып қалып бір алғысы келіп жүрген болар деп. Сосын Алматысына ұшып кетті. Ол кезде сотовый телефон жоқ сияқты. Городскойға маған телефон соқты кешке. Ол кезде Балықшыда тұрамын. Мен Алматыға ұшып келе жатырмын, манаған қайырмасы қалай еді деді.
күшті ұнады маған деп мен мәз болып ля деп айтып бердім. Сөздер жоқ, сөзі жоқ, просто әннің қаңқасы просто. Мәз болып жолдасым сұрайды, не осы маған соғып жатқан ән мана көрсеткем, сол әнге ғашық болып қалып. Ойымдадым жоқ, уақыт өтіп жатыр, жарты жыл өтті ма, бір жыл өтті ма. Шай ішіп отырсақ үйде, телевизор жүріп жатыр, бір сериал жүріп жатыр екен. Басында сериалдың саундтрекі бір таныс маған. Ұрлап алған ба? Плагиат. Мынау не нәрсе деп ойлап. Мана менің ән. Есіңізге түсті. Есіме түскенде ол кішкене чуть-чуть мына менің енді чуть-чуть андай тез айтылды да, мен тез айтылған ән болды. Ол жайлатып жіберіпті мананы. Сол әнді манағы Саундтрекке пайдаланып. Саундтрекке пайдаланып. Ол енді біраз негізі қазір мен аңылдап айтсам оны сразу біліп қаласыңдар, айтпай ақ қояйын. Ренішіңізді айттыңыз ба енді кейін? Жеткіздіңіз бе мүмкін бір заң жүзінде? Ешқандай ол деген енді менің жолдас жігіт болып саналады маған. Бір жағынан ұялдым, сосын барып оған дәлелдейтін нәрсе жоқ менде. Ол деген жарыққа шықпаған ән, сөзі жоқ. Тек жай ыңылдап. Ыңылдап. Ол енді артынан енді мен жігіттерге, музыканттарға өкпе назым жайлап айтып жүрдім, өзіне айтқан жоқпын да, ана сөйтіп кетті, бүйтіп кетті деп сыртынан жайлап айтып жүрдім. Кішкене өзіне жетсін, жетер может деп. Мүмкін жетер, может құлағына жетіп қалар деп, тиер может деп. Может тиді ма, тимеді ма білмеймін. Мен жаңа үйге көшіп келгенде олар бір қонаққа келді маған. Қонаққа келді де үйдің көрімдігі деп $300 тастап кетті. Ойлаймын, манаған әннің компенсациясы. Осыке қой деп. Есінде жүрген шығар. Компенсациясы болар деп ойладым. Жарайды дедім, жақсы қой, кешіре салайыншы. Бірақ автор сіз ғой енді шынай. Ештеңе етпес дедім, жақсы енді. Маэстро Болат Кохамановты ел таниды. Болат Кохаманов бірақ қандай жар, қандай әке? Сол сұрақ қызық маған, сол сұрақтың жауабы. Мен бар ба, мен қыздарымды үйдегі жеңге деп айтамын, жеңгелерім, апаларым үйдегі адам тәрбиелейді. Мен кезінде машинамен балабақшаға, мектепке апарып тастап алып келумен болдым. Ондай енді әрине айттық қой, мынау дұрыс емес, мынаны жасама, мынаны жасауға болмайды деп. Мен өзім 3 қызым болғасын, мен оларға қатты қараған жоқпын өз басым. Енді мамасы, шешесі кішкене қатты қарап оларды тәрбиеледі. Мен қай-қайсына да ұрыс енді қатты сөйлеп көрген болармын, бірақ андай қаталдыққа барған жоқпын. Оның көбіне шешесі тәрбиеледі. Тәрбиеге совсем үлес қосқан жоқпын деп айта алмаймын. Енді үлесім бар болар мүмкін. Енді себебі маған қарап үшеуі де сол өнер жолын таңдап тұрмын. Сондықтан да мен енді жаман емес сияқтымын әке. Жаман әке емес болармын. Былай енді жақсы, өте жақсы әкем деп те айта алмайтын болармын енді. Бірақ енді жақсы әке болған болармын. Осы тұрғыда бір өмірлік сұрақ қойғым келіп тұр. Ғашықтық. Көп адамның аңсары. Бірақ шынайы махаббат өмірде бар ма, әлде бұл миф па? Мен жасыма келесін түсінесің, деймін. Жоқ, көп композиторлар жалпы махаббатты негізге алады ғой. Иә, көп ән, көп өлең, махаббат айтылады. Солай ғой. Мен енді бір сәттік сезім үшін ғана жазылмаған шығар бұл шығармалардың бәрі. Мен енді әндердің бәрін біреуге ғашық болып, соның арқасында жаздым деп айта алмаймын. Ол енді бүкіл мына өмірім осы жасқа келгенше мен әндерім әртүрлі жағдайда жазылды. Өзімнің жанұяма байланысты болар, мүмкін алғашқы махаббаттарым есіме түскен болар, білмеймін. Алғашқы махаббат ұмытылмай ма? Ұмытылғанда кейбірде ойлап қоясың, себебі енді қазір жолдасым қарап отырса қазір түсінбей қалатын болар, ренжімейтін болар ол. Енді мен ол кезде балалық махаббат болды, мен деген енді бала кезімде, ол кезде кіршіксіз дейді ғой қазір.
оны көргеніңе мәз боласың. Сен көріп қалып, сыртынан көріп қалсаң, сенің уже сол күнің деген ең бақытты күн болады деп есептеледі. Егер де сен далада футбол теуіп жүргенде, сенің айдалада кетіп қалған добыңды анау манағы қыз кетіп бара жатыр, мә деп сендерге теуіп жіберсе, онда сенен бақытты адам вообще жоқ. Ал композитор үшін бақыт деген? Композитор үшін. Семья. Композитор үшін бақыт деген жанұя ғой. Композитор үшін бақыт өзімнің жанұям, өзімнің коллективім, өзімнің достарым, өзімнің айналамда жүрген, қолпаштап жүрген адамдар, көрерменнің міндетті түрде көрерменнің ыстық ықыласымен берген бағалары өте жоғары. Даже кейбірде тіпті айтады ғой, халық қошеметтеп қол соғып, не болмаса корпоратив той топырларда қатты билеп, сенің қол көтеріп молодцы деп билеп атқанның өзі сен ақшаңнан да биік нәрсе ғой. Былай қарағанда тіпті сен ақша бермей қойсын, сен қолпаштап қол соғып бәрі күшті билеп жатса, анадан артық саған баға жоқ. Солай деп есептеймін. Халықтың қошеметіне жететін ештеңе жоқ дейсіз ғой. Ешқандай баға жетпейді оған. Осы жерде маған бір ой келіп тұр. Мынау талантты адамның арқасы бар деп жатады. Сіздің басыңыздан өткерген осындай бір тылсым күш болды ма? Тылсым күш болғанда мен бір оқиға ма? Бір өткен интервьюларда айтқан болармын мен. Менің өмір сен деген әнім қалай туындағанын айттым ба, айтпадым ба, мүмкін. Айтып өтіңіз. Оны мен ол кезде диктофон, сотовый телефон жоқ, 90-шы жылдардың басы болар. Ол кезде қол сумкасы ғой, мен нотада дәптер жүретін, ручкамен жүретін міндетті түрде. Ұшып бара жатқанда манағыдай сап етіп енді жоғары, мен кішкене чуть-чуть жоғары үлкен кісіге жақын болған болармын енді. Бір әуен келе қалды да, манағы ручканы қағазға алдында, жаза салдым, сумкамен салдым, ол ұмытылып қалды. Солай қалды, манағы тез 5-10 минуттың ішінде жаздым тек. Жаздым да қоя салдым да, ол ұмытылып қалды. Содан біраз жыл өткеннен кейін, бір 2-3 жыл өтіп кеткеннен кейін, Гүлмәржан апамыз марқұм болып кетті, сәнеге болды. Соның Алматыда презентация жасайтын болды, өзінің модель, киімдерін, анау нелерін. Соған қалыңдықтың бір шығатын жеріне бір әдемі әуен керек болды, мелодия керек болды. Оның шоу программасын барлығын музыкасын жазған кезінде. Мұнара Төлегенова деген, Мұнара Ғабдышева деген біздің апамыз режиссер болды. Сол кезде мелодия керек, мелодия керек, бір жақсы мелодия керек дегесін. Үйге барғасын бір дәптерlerini қопарып отырсам, бір не тұр екен, нота. Сол ойнап салсам, мен бір жаман емес сияқты деп, соны жерге қолдандық. Оны қолдандық, ол қалыңдық шықты, ол музыкаға. Ол тағы да жылдар өтіп жатады, бір күні Ақмарал машина. Сен выход невесты дейді ғой, өзде орысшаға бәрі. Сол мелодияны ұнайды, соны ән қылсам қайтеді деді. Оны алды да Фариза апайға барып, сөз жазғызды. Содан Өмір сен деген ән. Білесіңдер ме? Өмір сенді. Өмір сенді Хамел біздің Сүйікбаев ол кезде әнші Астанада оқиды, Гумилев университетінде. Жас қанаттан орындап, сол ән үздік ән болып есептелді. Өмір сен. Балалық шақтың әнімен, балауса балғын сәлем. Сол самолетте кетіп жазылған. Сол тылсым күш болар деп ойлаймын. Сол тылсым күштің берген әуені болар деп ойлаймын мен соны. Себебі мен сондықтан да мен тылсым күшке сенемін. Болат аға, сіздің шығармашылығыңызда әлі де айтылмай жүрген қандай тақырып бар? Қоғамға ой беретін, немесе жүректің қылына әсер ететін. Әлі де бір осы тақырыпты қамту керек деп жүрген бір. Мен мұндай ой туындаған емес. Мақсат жоқ деді ғой жаңа басында. Мен деген сондай темаға міндетті түрде ән жазуым керек,
мен соны қолдап қоқыштауым керек дегенде болған жоқ. Мен даже әке шешеме әнді арнап жаздым. Әке деген ән бар екен ғой. Мен былтыр Мержан Қабдолов орындап, менің конкурсымда бірінші орын алдым. Сол ал енді анаған арнауым керек, мынаған арнауым керек. Мен сол проблемаларды қозғауым керек деген менде ой болған емес. Ол жағынан тағы да ұяттым. Мынау мақсат мұраттың қасында арманның жөні бөлек. Қол жетпеген арманыңыз бар ма? Қол жетпеген арман болғанда мен енді біраз нәрсе орындалған сияқты, бірақ енді әндерім көбірек орындалса екен деймін ғой. Енді біздер шалғай жерде тұратын болғасын, Алматы жаққа біздер деген орысша айтқанда достучаться до небес дейді ғой, деген атақ шығу үшін сол жақта жүру керек негізінде. Сосын сондай тенденция бар біздің әншілердің арасында. Олар қазір атағы шығып жүрген композиторлардан алғысы келеді әнді. Тіпті даже әннің ортан қолдау ән болса да, себебі аузын толтырып айтады. Сонда ана композитордан алдым әнді деп. Себебі сен егер жақсы бір әнді көрсетсең, сен әнді тыңдамауға мүмкін. Себебі сен ты никто и звать тебя никак дегендей, сен әніңді. Сонда жас композиторлардың жағдайы қалай болмақ болады аға? Егер айтып жатырсыз ғой өзіңіз, белгілі композиторлардың әнін алады да, қалғандары тасада қалып жатқан. Тасада қалады. Мен мысалы мен жаңа айтып отырмын ғой, осындай интервьюдің. Бұл салаға ертең келгісі келетін жастар болмай қалмай ма? Мен интервьюдің басында айтып кеттім, біздер қалада жас композиторлардың концертін жасадық қой. Тым жақсы кәдімгі хит болатындай әндер бар. Мысалы халық жастардың. Көтере алмай жүр ғой. Мысалға біз енді былай Құдайға шүкір әйтеуір Алматыда енді жап-жас әртістер көп тани қоймас. Көп мен қатарлы, менен кіші сәл әншілер көбі мені таниды ғой былай қарағанда. Атағы шықпай әндер осылай тасада қалып жатқан жастар қалада көп екен. Жалғыз мен емес. Сондықтан да олар енді кейбіреулер семьялы болғасын, жанұялы болғасын, қаладан шыға алмайды, әндерін көрсете алмайды. Сондықтан да олар атақтарын соның кесірінен шығара алмайтын болар деп ойлаймын. Солай болар деп ойлаймын. Тасада қалып жатқан сондықтан. Қаламыз қашық, 3000 километр. Егерде Тараз, Шымкентте тұратын болса, ана неше түрлі шығып жатыр ғой, қызыл көйлек, жылтыр көйлек, неше түрлі бір күндік әндер. Мысалы соның арқасында оларды да сөгуге болмайды. Халықтың талғамын орындап тұр. Орындады, әнді орындады, халық көтерді. Болды, бір жылдан кейін ұмытылып қалды. Ғұмыр қысқа. Ғұмыр қысқа. Мысалға Ақылбек Жеменей деген қызыл өрік па айтып жүрген. Сол айтып жүрді ғой, соның бір әңгімелескеніміз бар, әңгімесі айтып бір отырғанда күліп айтқан, бір тойға шақырды дейді, бір ағамыз дейді. Қызыл өрік жаңадан шығып жатыр, кәдімгі жұрт құтырып жүріп билеп жүр сол. Қызыл өрікті менің тойымда 15 рет айтасың деп айтты дейді. Бір ана тойдың иесі. Айттың десем, айттым дейді. 15 рет бір тойда. Бірақ ол енді қазір қызыл өрік қайда кетті, ол ешкім айтпайды. Жоқ қой, 1-2 жылдық хит әндер ғой. Өмірлік әндер, Шәмшінің әндері дейміз біз. Өзіңіз қандай ән тыңдайсыз? Мен тыңдайтын. Симфония ұнай ма сізге? Мен симфонияны ұнатамын ғой. Мен енді кімдерді оның ішінде? Мен тыңдайтыным джаз көбіне. Мен енді жаңа айтып кеттім ғой, фьюжн, фанк, кішкене джаз болғанда қатты традиционный джаз емес, кішкене бір чуть халыққа жақындау, жеңілдеу түрлерін тыңдаймын. Фьюжн, бразильский джаздар бар, жақсы андай группалар бар. Олар енді даже не бар, джазовый музыкант знает 5000 аккордов, орысша айтайын да, 5000 аккордов играет для 5 человек дейді. Санаулы адам ғана тыңдай ма? Попсовый музыкант знает 2 аккорда дейді. Зато играет для 5000 человек дейді. Сол сияқты ғой енді адамның енді талғамы әртүрлі. Ол манағы
халық жеңіл жақтарын тыңдауға тырысады ғой. Джаз музыкасын немесе симфония жазу ойыңызда бар ма, әлде жазып па едіңіз? Менде симфония болмаған, менде симфонияға жақын бір шығармам бар ғой, Заман дауыл деген. Естіген боларсыңдар. Нарын оркестрі орындап жүр. Кезінде мына мұнайдың 100 жылдығында мен көп шығармалар жаздым. Стадионда болатын, ол кезде сендер дүниеде барсыңдар ма, жоқсыңдар ма білмеймін. 2000 жылдары. Сол кезде стадионда орындалды. Мен музыкаларым Михелин Станислав Абдуллаевич деген сол жақ режиссерге, соның тапсырысымен мен біраз музыка жаздым. Соның үшін енді симфонияға жақындау болар деп ойлаймын. Сол кезде музыкалар кішкене олар сәл күрделеу дегендей музыкалар жаздым. Ол енді соған қарағанда мен қолымнан келетін болар деп ойлаймын. Бірақ алдыма мақсат қойып, оны жазып былай күнде бүгін мен симфония жазайыншы деген ой болған жоқ. Бірақ сол кезде тапсырыспен ана ақша болып кеткеннің кесірінен болар, ақшаға жаздым кезінде. Иә, Атырауда тұрып атақ шығару қиындау дедіңіз. Иә. Дегенмен қазір елдегі қазақ өнерін, қазақ әнін алатын болсақ, қай бағытқа бара жатыр? Құлдырап бара жатыр ма, әлде сонда да үміт бар ғой бізде, даму деген дүние? Оған мен кәдімгідей қандай баға бересіз? Нүкте қоятын мен ондай маман емеспін, себебі категорически айтатындай ондай дәрежеде емес болармын деп ойлаймын. Себебі совсем құлдырап кетті деп айта алмаймын. Енді кішкене арзандалып бара жатқаным рас енді. Кейбірде манағыдай айтқандай жеңіл әндер көбейді. Ол да халықтың сұранысы ма? Оны халықтың сұранысымен талғам бойынша жасалып жатқан нәрсе болар деп ойлаймын. Мен кезінде айтады ғой, даже кейбірде мысалға арзан қолдау бір ән айтып жүрген музыканттар ой деп менсінбей жүрсең, ол жоқ, ол менсінбегенмен ол жақсы музыкант деп айтады мысалға адамдар. Ол деген жақсы музыка ойнайды, бірақ халық үшін, ел үшін сондай музыка ойнап кетті. Халықтың талғамы сондай боласын, сондай жеңілдеу, арзандау ән орындауға тура келеді деп сондай сөздерді естідім. Қазір енді халықтың талғамы бойынша кілең арзан әндер. Иә, ол бизнес болар бір жағынан, өйткені қазір тойдың заманы, тойға сұраныс көп, сондықтан халықтың талғамы солай дейсіз ғой. Сізге, Болат аға, әлемнің барлық нүктесінде тұруға мүмкіндік берілетін болса, қай мемлекет немесе қай елді таңдар едіңіз? Мен бар ғой, осы жасқа келгенше шетелде болып көрмеппін әлі. Солай ма? Мүмкін сапармен барған жоқсыз ба? Мен Түркияда болдым бір рет. Сондықтан да мен ештеңені салыстыра алмаймын. Мен ана мемлекетте тұрар едім, мен Парижде тұрар едім, не болмаса тағы да Лондонда тұрар едім деген себебі салыстырмалы мен нәрсе айта алмаймын. Мүмкін сіздің Парижіңіз Астана ма? Мүмкін Алматы. Менің сол қалалардың ішінде Алматыны жақсы көремін. Алматыда себебі достарым бар. Тауға шығасың, демаласың дегендей. Бірақ та Атыраумды ештеңеге айырбастамайтын болармын. Себебі қай қалаға барсаң да бәрібір өзіңнің қалаңды сағынып тұрасың. Соңғы сұрақ Болат аға. Болат Қохамановтың алдағы 5 жылдағы музыкалық арманы қандай? Алға қойған бір мақсатым бар. Келесі жылы бұйыртса мен жоспарым бар. Келесі жылы жоспарлап отырмын. Менің әндер жинағым кітап жарыққа шығу керек. Сол әндер жинағы шыққасын, ол әндер жинағы кітабын концертін презентациясын жасасам, презентация жасағанда ол презентациясы мен фонограммен шығаратын емес, оркестрмен таза жанды дауыспен әншілерге айтқызғым келеді. Сол алға қойған мақсатым ол енді мен кәдімгідей арманым алға қойған сол арман орындалса екен дегендей емес, жай мақсат деп ойлаймын, алға қойған жоспар деп айтуға болады. Сол. Болат аға, көп рахмет уақыт тауып келгеніңіз үшін. Сендерге рахмет. Шабыт, деніңізге саулық, толағай табыс тілейміз, отбасыңыз аман болсын. Рахмет. Ғажайып әндер дүниеге келе берсін дейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар.